Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеодан бір қызық жағдай есіме түсіп отыр, соны сіздермен бөлісейін деп едім. Ол ағайын, көрдіңіздер ме, ол бәрі бізге өзімізге байланысты тіл мәселесіне келсек. Жаңағындай мысалға біз деген орысша сөйлемейді деп айтып қоймай жатырмыз, мысалға қарасақ. Бірақ кеше мен мысалға бір жерге бардым, сол кісімен кішкене сөйлесіп қалуым керек еді, бірақ уақыт болмады. Басқа ұлттың адамдары қазақша сөйлегілері келеді, ағайын, соны ұмытпаңыздар, қазақша сөйлегілері ақ келеді. Бірақ та біз өзіміз сөйлемегендіктен оларда сол жарайды, орысша сөйлесек, орысша сөйлейік деп жүре береді. Сондықтан ағайын, бірінші өзімізден бастап, кеше бір бауырымыз қазақша сөйлеуге тырысып жатыр, кішкене болса да ақырындап. Сол сияқты мысалға бүгінде мен қазір бір жерден шықтым, оларда құдайға шүкір қазақша сөйлегілері ақ келеді, мысалға шы. Өздерің қазақша сөйлемейсіңдер ғой деген сыңай танытып жатыр да, мысалға. Сондықтан ағайын, бәрі өзімізге байланысты. Осы орайда бір нәрсе, Ералаш деген бір кезінде әзіл-сықақ несі бар еді ғой. Балалар әзіл-сықақ несі телебағдарламасы бар еді ғой, сода бір Ералаш көрген есімде қалып қапты. Сонда біреу айтады: "Да кабы я знал, неужто бы не сказал" деген бір несі бар, бір қызық жері бар, сол айтпақшы. Өзіміз мысалға сөйлеп, өзіміз соны қолдамасақ, олар қайдан сөйлейді, қайдан біледі. Өзімізден бастайық ағайын, өзімізден. Ал ағайын, осы сөзімді жаттап, енді бәріміз қай жақта жүрсек те, не істесек те қазақша сөйлеуге тырысайық. Құдай бұйырса, Қазақстанымыз дүниежүзіндегі 40-ші орындағы, 50-ші орындағы емес, Құдай бұйырса, бірінші бестікте болады, иншалла, Алла бұйырса.